Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақта банкте қолданылатын ең негізгі 60 сөйлемді қарастырамыз. Сәлеметсіз бе? Мен шот ашқым келеді. Здравствуйте. Я хотел бы открыть счет. Сәлеметсіз бе? Мен шот ашқым келеді. Здравствуйте. Я хотел бы открыть счет. Сізде қандай шот түрлері бар? Какие у вас есть виды счетов? Сізде қандай шот түрлері бар? Какие у вас есть виды счетов? Маған есеп айырысу шоты қажет. Мне нужен расчетный счет. Маған есеп айырысу шоты қажет. Мне нужен расчетный счет. Шот ашу үшін қандай құжаттар қажет? Какие документы нужны для открытия счета? Шот ашу үшін қандай құжаттар қажет? Какие документы нужны для открытия счета? Дебеттік картаны ала аламын ба? Могу ли я получить дебетовую карту? Дебеттік картаны ала аламын ба? Могу ли я получить дебетовую карту? Шот ашу қанша уақытты алады? Сколько времени займет открытие счета? Шот ашу қанша уақытты алады? Сколько времени займет открытие счета? Мобильді қосымшаңыз бар ма? Есть ли у вас мобильное приложение? Мобильді қосымшаңыз бар ма? Есть ли у вас мобильное приложение? Интернет-банкингте қалай тіркелуге болады? Как зарегистрироваться в интернет-банке? Интернет-банкингте қалай тіркелуге болады? Как зарегистрироваться в интернет-банке? Шот ашудың ең төменгі балансы қандай? Каков минимальный баланс для открытия счета? Шот ашудың ең төменгі балансы қандай? Каков минимальный баланс для открытия счета? Қызмет көрсеткеніңіз үшін қандай комиссия бар? Какие у вас комиссии за обслуживание? Қызмет көрсеткеніңіз үшін қандай комиссия бар? Какие у вас комиссии за обслуживание? Тәулігіне қолма-қол ақшаны шешудің максималды сомасы қанша? Какова максимальная сумма снятия наличных в день? Тәулігіне қолма-қол ақшаны шешудің максималды сомасы қанша? Какова максимальная сумма снятия наличных в день? Валюта айырбастау бағамыңыз қандай? Какой у вас курс обмена валют? Валюта айырбастау бағамыңыз қандай? Какой у вас курс обмена валют? Мен несие ала аламын ба? Могу ли я получить кредит? Мен несие ала аламын ба? Могу ли я получить кредит? Несие алудың қандай шарттары бар? Какие условия для получения кредита? Несие алудың қандай шарттары бар? Какие условия для получения кредита? Несиеге қалай жүгінуге болады? Как подать заявку на кредит? Несиеге қалай жүгінуге болады? Как подать заявку на кредит? Несие алу үшін қандай құжаттар қажет? Какие документы нужны для получения кредита? Несие алу үшін қандай құжаттар қажет? Какие документы нужны для получения кредита? Несиеге өтінім қанша уақыт қаралады? Как долго рассматривается заявка на кредит? Несиеге өтінім қанша уақыт қаралады? Как долго рассматривается заявка на кредит? Жинақ шотын ашуға болады ма?
Могу ли я открыть сберегательный счет? Жинақ шотын ашуға болады ма? Могу ли я открыть сберегательный счет? Салым бойынша сыйақы қандай? Каков процент по вкладу? Салым бойынша сыйақы қандай? Каков процент по вкладу? Депозиттердің қандай түрлері бар? Какие у вас есть виды вкладов? Депозиттердің қандай түрлері бар? Какие у вас есть виды вкладов? Шотты қалай толтыруға болады? Как можно пополнять счет? Шотты қалай толтыруға болады? Как можно пополнять счет? Депозиттен ақшаны мерзімінен бұрын шеше аламын ба? Могу ли я снять деньги с депозита досрочно? Депозиттен ақшаны мерзімінен бұрын шеше аламын ба? Могу ли я снять деньги с депозита досрочно? Сізде қандай банк карталары бар? Какие у вас есть банковские карты? Сізде қандай банк карталары бар? Какие у вас есть банковские карты? Дебеттік картаның несиелік картадан айырмашылығы неде? Чем отличается дебетовая карта от кредитной? Дебеттік картаның несиелік картадан айырмашылығы неде? Чем отличается дебетовая карта от кредитной? Жоғалған картаның орнына жаңа картаға қалай тапсырыс беруге болады? Как заказать новую карту взамен утраченной? Жоғалған картаның орнына жаңа картаға қалай тапсырыс беруге болады? Как заказать новую карту взамен утраченной? Картаны қалай бұғаттауға болады? Как заблокировать карту? Картаны қалай бұғаттауға болады? Как заблокировать карту? Карточкадағы пин-кодты қалай өзгертуге болады? Как поменять пин-код на карте? Карточкадағы пин-кодты қалай өзгертуге болады? Как поменять пин-код на карте? Шотта қанша қалғанын қалай білуге болады? Как узнать остаток на счете? Шотта қанша қалғанын қалай білуге болады? Как узнать остаток на счете? Шетелге ақша аудара аламын ба? Могу ли я перевести деньги за границу? Шетелге ақша аудара аламын ба? Могу ли я перевести деньги за границу? Басқа шотқа ақшаны қалай аударуға болады? Как перевести деньги на другой счет? Басқа шотқа ақшаны қалай аударуға болады? Как перевести деньги на другой счет? Сізде автотөлем қызметі бар ма? Есть ли у вас услуга автоплатежей? Сізде автотөлем қызметі бар ма? Есть ли у вас услуга автоплатежей? Автоматты төлемді қалай қосуға болады? Как подключить автоплатеж? Автоматты төлемді қалай қосуға болады? Как подключить автоплатеж? Коммуналдық төлемдерді банк арқылы төлей аламын ба? Могу ли я оплатить коммунальные услуги через банк? Коммуналдық төлемдерді банк арқылы төлей аламын ба? Могу ли я оплатить коммунальные услуги через банк? Интернет-банкинг арқылы шот қалай төленеді? Как оплатить счет через интернет-банк? Интернет-банкинг арқылы шот қалай төленеді? Как оплатить счет через интернет-банк? Сізде СМС-хабарлама қызметі бар ма? Есть ли у вас услуга СМС-оповещений? Сізде СМС-хабарлама қызметі бар ма?
Есть ли у вас услуга СМС-оповещений? СМС-хабарламаларды қалай қосуға болады? Как подключить услугу СМС-оповещения? СМС-хабарламаларды қалай қосуға болады? Как подключить услугу СМС-оповещения? Шот бойынша үзінді көшірмені ала аламын ба? Могу ли я получить выписку по счету? Шот бойынша үзінді көшірмені ала аламын ба? Могу ли я получить выписку по счету? Электрондық пошта арқылы үзіндіге қалай тапсырыс беруге болады? Как заказать выписку по электронной почте? Электрондық пошта арқылы үзіндіге қалай тапсырыс беруге болады? Как заказать выписку по электронной почте? Банк картасы қанша уақытқа жарамды? Как долго действительно банковская карта? Банк картасы қанша уақытқа жарамды? Как долго действительно банковская карта? Карточкадағы несие лимитін көбейте аламын ба? Могу ли я увеличить кредитный лимит по карте? Карточкадағы несие лимитін көбейте аламын ба? Могу ли я увеличить кредитный лимит по карте? Қандай инвестициялық өнімдеріңіз бар? Какие у вас есть инвестиционные продукты? Қандай инвестициялық өнімдеріңіз бар? Какие у вас есть инвестиционные продукты? Деректерімді қорғау үшін қандай қауіпсіздік шараларын қолданасыз? Какие меры безопасности вы принимаете для защиты моих данных? Деректерімді қорғау үшін қандай қауіпсіздік шараларын қолданасыз? Какие меры безопасности вы принимаете для защиты моих данных? Сізде қандай сақтандыру өнімдері бар? Какие у вас есть страховые продукты? Сізде қандай сақтандыру өнімдері бар? Какие у вас есть страховые продукты? Өмірді, мүлікті қалай сақтандыруға болады? Как застраховать свою жизнь, имущество? Өмірді, мүлікті қалай сақтандыруға болады? Как застраховать свою жизнь, имущество? Шотты басқаруға сенімхатты рәсімдей аламын ба? Могу ли я оформить доверенность на управление счетам? Шотты басқаруға сенімхатты рәсімдей аламын ба? Могу ли я оформить доверенность на управление счетам? Ипотекаға өтініш қалай беріледі? Как подать заявку на ипотеку? Ипотекаға өтініш қалай беріледі? Как подать заявку на ипотеку? Шотты қалай жабуға болады? Как закрыть счет? Шотты қалай жабуға болады? Как закрыть счет? Шотты жабу үшін қандай құжаттар қажет? Какие документы нужны для закрытия счета? Шотты жабу үшін қандай құжаттар қажет? Какие документы нужны для закрытия счета? Интернет-банкинг арқылы валютаны айырбастауға болады ма? Могу ли я провести конвертацию валюты через интернет-банк? Интернет-банкинг арқылы валютаны айырбастауға болады ма? Могу ли я провести конвертацию валюты через интернет-банк? Банктік аударым қанша уақытты алады? Как долго идет банковский перевод? Банктік аударым қанша уақытты алады? Как долго идет банковский перевод? Сізде шұғыл аудару мүмкіндігі бар ма? Есть ли у вас возможность срочного перевода? Сізде шұғыл аудару мүмкіндігі бар ма? Есть ли у вас возможность срочного перевода? Интернет-банктегі жеке деректерді қалай өзгертуге болады? Как поменять личные данные в интернет-банке?
Интернет-банктегі жеке деректерді қалай өзгертуге болады? Как поменять личные данные в интернет-банке? Интернет-банкингке қолжетімділікті қалай қалпына келтіруге болады? Как восстановить доступ к интернет-банку? Интернет-банкингке қолжетімділікті қалай қалпына келтіруге болады? Как восстановить доступ к интернет-банку? Автонесие алудың шарттары қандай? Какие у вас условия для оформления автокредита? Автонесие алудың шарттары қандай? Какие у вас условия для оформления автокредита? Картаны пайдаланғаны үшін бонустар ала аламын ба? Могу ли я получить бонусы за использование карты? Картаны пайдаланғаны үшін бонустар ала аламын ба? Могу ли я получить бонусы за использование карты? Менің шотым бойынша соңғы транзакциялар туралы қалай білуге болады? Как узнать о последних транзакциях по счету? Менің шотым бойынша соңғы транзакциялар туралы қалай білуге болады? Как узнать о последних транзакциях по счету? Шетел валютасында шот ашудың шарттары қандай? Какие у вас условия для открытия счета в иностранной валюте? Шетел валютасында шот ашудың шарттары қандай? Какие у вас условия для открытия счета в иностранной валюте? Балаға шот ашудың шарттары қандай? Какие у вас условия для открытия счета на ребенка? Балаға шот ашудың шарттары қандай? Какие у вас условия для открытия счета на ребенка? Сізде шағын бизнес үшін қандай жағдайлар бар? Какие у вас условия для малого бизнеса? Сізде шағын бизнес үшін қандай жағдайлар бар? Какие у вас условия для малого бизнеса? Несиені қайта құрылымдауға өтініш қалай беріледі? Как подать заявление на реструктуризацию кредита? Сонымен бұл сабақта банкте қолданылатын ең негізгі 60 фразаларды өттік. Келесі сабақта кездескенше.